Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7-ші сынып 8-ші бөлім дұрыс тамақтану гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар. Сабағымыздың тақырыбы нанның ерекшелігі. Бізге берілген оқу мақсаты мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру және одағай түрлерін ажырата білу, қолдану. Сабақ соңында күтілетін нәтиже мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырады, одағай түрлерін ажырата біледі, қолдана алады. Оқыл мәтіні. Мәтінді рөлге бөліп оқып, Жомарттың сұрағына жауап беріп көріңдер. Негізгі ойды анықтаңдар. Жомарт пен Берік доп ойнауға далаға шығады. Жомарт доп ойнап қарық қылмады. Берік біраз ойнайық деп ұсыныс жасап еді. Жомарт: шаршап қалдым, күш-қуатым жоқ, қарным аш деді. Менде нан бар деп Берік бір үзім нанын шығарып екіге қақ бөлді. Жомарт өз сыбағасын айландыра қарап отырып: апыр-ай, мына нанның іші неге сонша қуыс-қуыс болады екен деп сұрады. Қуыссыз нан болмайды деп Берік ақыл-көйси сөйледі. Нанды пеште пісіреді, ал оның іші, өзің білесің, тым ыстық, көріп тұрған шығарсың, тағам қуырылып яки қайнап жатқанда беті көпіршік атып тұрады ғой. Қамырдың іші де сол сияқты. Жоқ, олай емес, деді Жомарт сәл ойланып. Шамасы нан зауытында қамырды пешке салғанда соның ішінде бірдемелер күйіп кететін болу керек. Міне сөйтіп сол жерде қуыс қалады. Ха-ха-ха, әпенді екенсің. Сен нанның ішінде бірдемелер күйіп кетсе, онда қытырлап көмір шайнап отырмас па едің? Өзің әпенді деп Жомарт өкпелеп қалады. Бұл бізде оқылым мәтіні болатын, ал енді тыңдалым мәтініне құлақ түрсек, видео материалға назар аударамыз. Нан өнімдері күш-қуаттың қайнар көзі. Яғни адам өмірінде нанның алар орны ерекше. Бүгінгі күні нан өнімдерінің түрі молайды, сапасы мен саны да артты. Түрі мен сапасына байланысты әрқайсысының ағзаға пайдасы да әртүрлі. Мәселен, жоғары сапалы ақ нанға қарағанда қара нан аса пайдалы екен. Өйткені жоғарғы сортты үлпілдеген ақ нанның қуаттылығы аз. Биологиялық, минералды құндылықтары мен дәрумендері қара нанмен салыстырғанда өте төмен болып келеді. Қара нан денсаулық үшін аса пайдалы. Ол диабеттің өршу қаупінің алдын алады. Шығыс Финляндия университеті мамандары зерттеу жүргізіп, қара нанды жиі тұтыну қандағы қант деңгейін төмендететін және екінші дәрежелі диабеттің өршу қаупінің алдын алатынын дәлелдеген. Қара нан инсулинге төтеп беру реакциясын жақсартады, ал ақ нан қанты жоғары адамдарға да, дені сау адамдарға да аса пайдалы емес. Қара нанның арықтауға да септігі мол. Күнделікті қара нанның бірнеше тілімін жеу салмақты бір қалыпты ұстауға және артық калорияны жоюға көмектеседі. Видео материал көріп болсақ, әдеби тіл нормалары тақырыбындағы одағайдың түрлерімен танысамыз. Өткен сабақ одағаймен өзімен танысқан едік, бүгін одағайдың түрлері. Одағай қолдану сипатына қарай үш түрге бөлінеді. Көңіл күй одағайлары, шақыру одағайлары, жекіру одағайлары. Көңіл күй одағайлары адамның әртүрлі сезімін, көңіл күйін білдіреді. Оның жасалуының үш жолы бар. Біріншісі, жағымды эмоцияны білдіретін қолданылатын көңіл күй одағайлары. Алақай, бәрекелді деген одағайлар жатады. Екінші, жағымсыз эмоцияны білдіретін одағайлар. Қап, әттеген-ай, ойбай-ай, масқара, тағы басқа одағайлар. Үшінші, әрі жағымды, әрі жағымсыз мағынада қолданылатын одағайлар. Туй, пай-пай, шіркін, ау, беу, тағы басқа одағайлар. Келесі бізде тапсырма. Бұл жазылым тапсырмасы оқулығымыздағы 4-ші тапсырма. Жақша ішінде берілген синонимді қатардағы сөздердің тиістісін қойып жазыңдар, себебін түсіндіріңдер. Мұнда берілген сөздерді синоним сөздермен алмастырып жазамыз. Келесі бізде кері байланыс тапсырмасы оқулығымыздағы 129 беттегі 7-ші тапсырма. Мақал мәтелдер мен тұрақты тіркестерді қатыстырып, ас атасы нан тақырыбына эссе жазыңыздар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.